Икра, помидор, 3 килограмм помидор мясорубкадан өткізіп, осылай су тартылғанша қайнаттық, тұз салып қойды, потому что тұз тату керек екен, а то жеңбей қалады. Осыған енді қазір мен сәбіз алып келемін. Сәбіз салынып жатыр помидордан кейін. В общем, мынау су тартылыпты. Су тартылғаннан кейін міндетті түрде май қою керек екен. 200 грамм май, себебі күйіп кетер екен. Май көрініп тұрған шығар, уже 200 грамм май қойдым мен. Мына жақта қызылшаны қайнап жатыр. Тұз салдым. Енді бір қасық міне қант салайын деп жатырмын. В общем, анау помидордың есін басады екен. Кислый бір нәрсесін. Анау бұрыш қостым, көріп ал Фатима. Енді тұз салдым, қант салдым. Енді мынау қызыл перец, қызыл болгарский, менің тіліме айтқанда. Мінекей. Пісті дегеннен мынау неді мынау укроп және мына ашты бұрыш, чеснок, қалампыр ғой менің тіліме айтқанда, солар саламыз. Бұған қант, тұз бәрі бұрыш салыпты. Мынау укроптан кейін 15 минут қайнады. Банкілер бүйтіп бар жағын білесің ғой енді.